Бәріне сәлем, менің атым Алия, және бүгінгі сабақта біз туынды тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы туынды дегеніміз ол функцияның өзгеру жылдамдығын сипаттайды. Бізде кез келген санның туындысы 0-ге тең, ал x-тің туындысы 1-ге тең. Мұнда формула қарасақ, бізде мысалы x-тің 4 дәрежесі берілсе, оның туындысы бізде 4 ал айнымалының алдына түсіп, бір санға келмейді. 4x куб. Мысалы, түбірасты x-тің туындысы, ол бізде түбірасты x дегеніміз, ол x-тің 2-ден 1 дәрежесі, 2-ден 1 x-тің алдына түсіп, бір санға келмейді ғой. Сонда бізде x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі. Ал минуспен болса, онда ол осы бөлшектің бөліміне түседі ғой. Бөлімнің астына кетсе, онда бізде 1 бөлінген 2 түбірасты x болады. Сосын cx-тан c шығады дегенде, мысалы біз 10x-тан туындалатын болсақ, онда тек қана 10 ғана алады. Және де бізде формула бойынша, мысалы, бізге косинус x қосу синус x деп берілсе, бұның туындысы бізде косинус x-тан біз әр қайсынан жеке-жеке туындаламыз. Мысалы, косинус x-тан туындаламыз. Плюс, минус деп болсақ та болады. Синус x-тің туындысы. Сонда бізде косинус x-тің туындысы минус синус x. Плюс минус косинус x. Деген сияқты. Сосын синус x-тің туындысы косинус. Косинус x-ті минус синус x. Тангенс x-ті 1 бөлінген косинус квадрат x. Котангенстікі минус 1 бөлінген синус квадрат x. Және де UV формулалар бар. Егер де бізде екі функция өзара көбейтіліп тұрса, мысалы, косинус 5x көбейтілген синус 5x деп алсақ, бізде косинус 5x-тан бірінші біз косинус 5x-тан туындаламыз. Ол бізде минус синус 5x көбейтілген 5. Бұны көбейтеміз синус 5x-ға. Қосамыз. Косинус 5x қалады. Көбейтеміз синус 5x-тің туындысына. Ол бізде косинус 5x көбейтілген 5. Мұнда біз 5-ті ішкі функциясынан да бір жеке бір туындаламыз. 5x-тан туындалсақ, ол бізде 5-ге тең мұнда да. Дәл солай. Сонда бізде минус 5 синус 5x көбейту синус 5x синус квадрат 5x қосылған 5 и косинус 5x көбейту косинус 5x, ол бізде косинус квадрат 5x. Сосын, мысалы, бөлімдісін алатын болсақ, мысалы, бізде 5 бөлінген 1 қосу x деп алсақ, бұның туындысын біз қалай табамыз? Бізде бірінші бөлімінің алымынан туындаламыз. 5-тің туындысын көбейтеміз бөліміне 1 қосылған x азайтамыз, алымын жазамыз, 5 көбейтілген и бөлімінен туындаламыз 1 қосылған x-тің туындысы. И 11 бөлеміз 1 қосу x-тің квадратына. Сонда 5-тің туындысы бізде 0. 0-ді кез келген санға көбейтсек, ол бізде 0 шығады. Сонда мұнда минус 5. 1 қосу x-тің туындысы 1-ден бізде 0 шығады, x-тен 1 шығады. Сонда минус 5 қалады. Бөлінген 1 қосылған x-тің квадраты. Осылай қалдыра салсақ та болады. Мысалы, есептерге келсек, мысалы, мынаның туындысын табу үшін біз дәрежесін алдына түседі да, бір санға келмейді. Сонда бізде 4x куб қосылған 3 көбейту 9x квадрат қосылған 0.
То есть бізде жауабы D. Сосын косинус 4х деп, косинус 4х-тан біз туындалатын болсақ, косинустың туындысы ол бізде минус синус х деп жазамыз. Және ол бізде біз сыртқы функциясынан туындалдық. Енді біз ішкі функциясынан туындалған кезде біз 4х-тан туындаламыз ғой. 4х-ның туындысы ол бізде көбейтіледі 4-ке. Сонда бізде минус 4 синус 4х. Минус 4 синус 4х алады. Сонда так, мынаны біз бірінші мынаның туындысын тапсақ, бізде х квадрат бөлінген х плюс 1 туындысы. Бізде алымын жазамыз, х квадраттың туындысын көбейтеміз бөліміне х плюс 1-ге, азайтамыз х квадрат көбейтілген х плюс 1-дің туындысына. И бөлеміз х плюс 1-дің квадратына. Сонда бізде не шығады? Х квадраттың туындысы 2х көбейтілген х плюс 1-ге минус х плюс 1-дің туындысы бізде х-тан 1 шығады, мынадан 0 шығады. Сонда жай ғана х квадрат бөлеміз х плюс 1-дің квадратына. Сонда 2х көбейту х, 2х квадрат қосылған 2х минус х квадрат бөлінген х плюс 1-дің квадратына. Сонда мұнда 2х-тан х азайтсақ, х квадрат қосылған 2х бөлімде х плюс 1-дің квадраты. Енді осының орнына х-ның орнына 1-ді қойсақ, бізде 1 қосылған 2 бөлімде 1 қосу 1 2, 2-ның квадраты 4. Сонда 3 бөлінген 4, ол бізде примерно 0,75. Сонда жауабы А болады екен. Сосын 4-ші мысал. Бізде түбір асты 1 минус х квадраттың туындысы. Ол бізде біз осы түбір астын дәреже ретінде алдымен жазып алсақ, онда 1 минус х квадраттың х-тен 1 дәрежесі тең болады. Бізде дәреже алдына түседі және бір санға келмейді. Сонда бізде минус 2-ден 1 шығады ғой. И біз бұл бізде сыртқы функциясын алдық, то есть біз дәрежесінен алдық. Енді ішінен тағы бір туынды алсақ, ол бізде 1-дің туындысы 0, минус қалады х квадраттың туындысы бізде 2х көбейтіледі. И тең болады бізде екілер қысқарып кетеді. Минуспен болса ол бөліміне кетеді астына. То есть мұнда х қалады үстінде, бөлімде түбір асты 1 минус х квадрат. Сонда минус бар, е? Сонда бізде минус х жауап С. Енді мынау есепте бізде бірден бұлай туынды алсақ, минус 3 көбейтілген 8 минус 24 х-ның 7 дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 5 10-ның х 4 дәрежесі қосылған 30 х-тің квадраты и минус 0. Енді бұның орнына минус 1-ді қоятын болсақ, минус 24 минусқа минус, дәреже тақ болғандықтан минус қалады, мұнда плюс 24 қосу 10 квадрат 4 дәрежесі жұп болғандықтан минус жойылып кетеді, қосылған 30. Сонда бізде жауабы 64. Сосын мынаның туындысын табатын болсақ, бізде дәл манағыдай дәреже алдына түсіп, бір санға келмейді. Сонда квадрат. И және осы жақшаның ішінен тағы бір туынды алсақ, онда бізде көбейтілген 2-ге 6
2х қосу 1-дің квадраты. Болды. Сосын мынадан біз туынды алатын болсақ, біз әр қайсысын жеке-жеке туындысын табамыз. Сонда бізде х квадрат, екіден бір қалай береді. Х квадраттың туындысы ол бізде 2х қосылған косинус 5х-тікі минус синус 5х көбейтілген 5. Сонда екілер жойылып кетеді. Х қосылған минус 5 синус 5х. Сонда жауабы бізде С. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды.